телеканалында хабарлар студияда Эльмаса Блакимова. Ассаляму алейкум ve şimdiki dakikaga böyle malumat. Ялтада Русияның Мудафа везірлігі бұрынжы хасталарыны қабул етті. Епсі яны хасталарыны теби мутихасыслар бақтылар. Енді оларға керек олған теби ярдымны инфекцион ве госпиталь бөліклерінде көстережеклер бұл ерде ерше зиманеви техниканен донатылғанық жігерлер суне шекелде авалануының аппаратлары хасталарының интенсив көзетуі, мониторлары, рентгенография ве УЗИ аппаратлары, қан анализлері ве керекли илажлар епсі бар. Самосвал, кішік yüklейші ве пытақчаларыны парчаланған арабалар ве экскаваторлар. Қырымда араба техникасы ве коммуналь мақсус машиналар паркы янартылды. Техника енді сатын алынды ве муниципалитетлерінен yollandırdı. Bu mevzunu devamı bizim levhamızda. Бұл кичек yükleyici машиналар. Олар епсі ішлеріні бежере білелер. Айры алда, алуштада бұл эсасен парк зоналарында ве ялы кенарында алып барылған ішлер олacak. Алушта шерінде абадынлаштыру ве капиталь құруcılık идаресінің ребері Александр Голуб елде етілген яны техниканың имканлары ақында тариф еті. Айта ки автопарк янартылуы муниципалитет хадимлерінің ішіні баяғы ейлештірежек. Бүгінгі күнде біздің муэссисемізде 74 нұсқа араба нақлиеті бар. Бүгін да 12 нұсқа яңы техника елде еттік. Олар шер ве бұтын бөлгені жиыштырмақ үшін құланылacak. Ве бөлге абаданлаштырылуы алып барылacak. Қырымда да суықлар олмағанына бақмадан қышқа евелді азырланалар. Ахмеджеттің араба паркларından бірісінде самосвал, кичик yükleyici, автокран ве чуплюк ташıyıcı арабалары толу шекілді азыр. Қырымда 600-ге якын нұсқа коммуналь техника ве араба yollarını бақмақ ве тамерлемек үшін техника сатын алынды. Крым автодор муэссенің мутихасыслары айтқанларына көре, енді қышта yollar бақылуы бойынша епсі ішлер кечірілді. Тайғалаққа қаршы туз ве құм қарышмасы кібі мальземелер азырланды. Бұл техника қышлық бақылу ішлеріні, әмде темізлев ішлеріні, яғни пытақлар кесілуіні ве от оруыны темин етежек. Бұндан ғайры мақсус лаборатор донатмас сатын алынды, бұл асфальт бетон или бағлы ішлер бежірлуіні незарет етежек. Мақсус коммуналь техникаға ве yolcular нақлетіне аман-аман 3 миллиард рубле айырылды. Ойынды қабыл етілді ве муниципалитетлерге yollanıldı. Айша Шулакова, Севиля Меметова, Виталий Голубев, Милет үшін. Зайыф кергінлік ве дайма ұшық сөндірілігі Ахмеджет районда Родничок адлы Бақчеван кооперативінің сәкенлеріні бұл меселелер енді чоқтан берлі радсызлай. Чешет иделерге чоқтан чоқ мұражатлар нетижесіз қала. Бұақта Султане Бақалының левхасы. Родничок адлы Бақчеван кооперативінің эсас меселесі электрик ағларда кергенлік кереклі дәрежеде олмағаныдыр. Ульве Исмаилованың сөзлеріне көре, егер норма 220 вольт олса, бұл ерде атты 200-ге жетмей. Шу себептен стабилизаторлар сатын алмаға керек ола. Кергінлік секері, дайма секері. Мы нашымды өзіңіз көресіңіз 190. Стабилизаторсыз біз яшап оламаймыз. Бізім бір чамашыр ювған машинамыз күйді. Чайник ассақ ұшық бірден сөне. Коммуналь төлевлеріні эпысы, әмде азаларының төлевлеріні адамлар бір СПК, яғни Бақчеван кооперативінің эсабына кечірелер. Амма Крымэнерго өгіндегі борч экселмей ерлі сакинлер айтқанларына көре вазиет доғырланмасы үшін Родничок кооперативіні Крымэнерго балансына кечірмек керек. Қоланылған энергиядан энчоқ 9% ғайып ола біле. Бізде есе 40-45% ғайеті. Бүгінгі күнде Крымэнерго өгінде боржымыз 1 800 000 рублеге яқын. Электроэнергия үшін пара төлемегенлер де бар, ама эсасин бұл ғайып олған энергия үшін паралар. Газ олмағаны ерлі сакинлеріні раатсызлаған да бір меселе. Оларның сөзлеріне көре газнен темелену бойынша бұтын техник весиқалар ве атта проектлер азыр. Газ кешірмек үшін 16 миллион рубле керек. Бақчеван кооперативінің сакинлері үшін бұл пек бұйық парадыр. Мына бізім котелымыз, біз оны комурнен яқамыз. Бұл әр вақыт тоқтамаздан дайымы комур атып отырмақ керек. Дамартаны 91-ші сене әлді еттік. Рейсіміз Гордеев Иван еді, о шымды де рейс. Ама иш ерінден қабырдамай. Не евел бір şey yapılmadı, не де шымды. Аджы қал кой шурасында хабер еттілер ки Бақчеван кооперативі мескен ноқталарының сынырларынан тыш ерлеші. Оның үшін олар СПК кооперативіне ичте қарашлы дегілер. Бюджет параларына дотация шекелінде кечірмек. Біз афсузки газ, электроэнергия ве сув кечірлігіне дотация бермеге аққымыз yok.
Кооперативнің рейсі Иван Гордеев тепсір беруден ред етті. Ленуза Порсиитова, Султане Баккал, Дмитрий Низовой, Миллет үшін Ахмесчит районы. Құтлақ көйінде яны мектеп құрылмасы девам етті. Объект яры-яраға екінленді, бригадалар аваға бақмадан чалышалар. Құрыжылықның кетішатына ақында бізімлеп қамаз. Владимир Гончаров объекті енді бұрқа чайдан берле чалыша. Оның ішы апалупканы бозмақ ве бір ерге тізмектір. Ағырлық yok. Шirket кереклі шейнен темін ете. Біз әр шейні вақтында yapmaға тырышамыз. Кереклі ішлерні беджереміз. Шымды қыш олғаны себебінден тез қаранлық түше. Іш күніміз қысқажа ола. Құтлақта ескі мектеп та 1954 сене қоланылып башлаған еді. Бұл вақыт девамында оның вазиеті баяғы мұшкулешті. Яны мектептің мейданлығы 2400 квадрат метрлік олачақ. Мында 250 бала тәсел ала білечек. Құрыжылық федераль мақсадлы лейха черчевесінде алып барыла. Шымды газобетон блоклар ерлештіріле ве монолит ішлер кете. Іш сменасы 8 саат девам еті. Мектеп тікленілігі 2019 сененің декабрь айында башланған еді. Малие федераль ве жүмкүри бюджеттен айрыла. Объекттің фияты 280 миллион рублеге ақын. Оқув сыныфларындан ғайры. Мектеплелер үшін спортив зал да құрулачақ. Анда балалар теннис, баскетбол ве футбол ойынларынан оғраша білежеклер. Бина 4 блоктан ибарет. Оларның бірінде спортзал ерлешежек. Башқасында оқув залы, китапхане ве ашхане. Да, 2 блокта сынып одалары ве оқув кабинетлері олажақ. Құрычылықны кележек сененің август айында екілемеге ниетленелер. Шымдыки дақаға объект 30% ғазыр. Айшы Шулакова, Эдем Садиков, Арсен Фукала, Милет үшін судақ. Көйге бірінші фа бүгін Құрман районының 40 байлар көйінде тантанылы шекелде фельдшері банай ноқтасы açılды. Бұл объектте яқын 11 миллион рубле масраф етілді. Тедбірде емде оқсыз балаларға квартираларының анақтарлары берілді. Қалған мәлімат Султане Бакалның левқасында. Қызыл шерит кесілді. Құрман районын Хыр байлар көйінде фельдшері банай ноқтасы тантаналы шекелде açыла. Тедбірде шерифлі мұсафірлер, виерлі сәкенлер, Надежда Рудман көз яшларыны тұтып оламай. Хадын Хыр байлар көйінде 50 елдан берлі яшай. Эскифа бір шейге ярамайды дей. Не то, что рада, я Куванчым пек буюк мен бақтлым. Емді тек мен дегілім, чүнке бұл біз үшін буюк бір вақадыр. ФАП құрылмасында иштирак еткенлерге эпсіне буюк тәшікірлер білдірмеге істейім. Бізде яшағанлар эксиреті эсли башлылар. Бұл пек қолайлы, хусусан илячхане. Пек яқшы. Яны ФАП эпсі санитар нормаларға уйғун модуль озы 12 одадан ибарет. Кереклі әршей бар 4 tibi хадим бір сменада 35 хадар адамны хабул етіп олурлар. Бізге бұл ерді çalışқан педиатр ве гинеколог екімлері келечеклер. Біз керекли ашыламаларны япа білеміз. Эскі ФАП нормаларға ичті уйғун дегіледі, андаки донатма эскі еді. Бұл ерді әршей земаневи иш үшін ве біз үшін керекли донатмалар епсі бар. Яни онайтлы яқшы керекли әршей бар. Бұл бірінші ноқта Амазон кедегіл дей Құрман меркези районын хастайханесінің баш екемі. Бұл сене район бойынша 14 объект планаштырылды. Бізде олған 10 фаптан. Умут етемізки яқын сенелер девамында 20-23 сенелер программасы бойынша бөле фаплар ве амбулаториялар ерде олыр. Бұндан ғайры тантаналы тедбір девамында оксуз балаларға квартираларының анақтарлары берілді. Лина Худиенко әнді Хыр байлар көйінде 42 квадрат метрлік 2 одалы квартираның сайыбы. Ой, какой красивая, светленькая квартира. Как тут красиво и уютно. Батарея красивая, посмотрела. Окно евро. О, тепленько. Да горяченький. Да. Очень хорошо. С 2014 2014 сенеден берлі Құрман районында веселіксіз қалған шақысларға ве оксуз балаларға 18 мескен одалар берілді. 2020 сенесі енді 4 квартира сатын алынды. Екісінің анақтарлары енді берілген еді. Бүгін сіз көргеніңіз кібі да екісі берілді. 2021 сене Құрман районының мемориеті невбетте тұрғанлар үшін да 11 квартира сатын алмақны назарда тұтта. Султане Бакал, Сейтвлеляев, Миллет үшін Құрман районы. Енді да сыжа Құрман қасабасындаки бала ве генчлері жат мерkezінде институт системасыны тамир еттелер. Соба еріне котел яқыладжақ, бұна 800 bin рубледен зияде пара айрылды. Мевзонын девамы бізімлеп қамызда.
Мына собаны сабадан ақшамға же яқамыз. Көмірнен толы қопқа маша вейчалт әрекетлер. Енді 5 жылдан берлі Шевкет аға Эмирасановның сабасы тамам бойле башлана. Оның вазифесі бинаны қыздырмақ ве бір дәрежеде тұтмақ. Амма соба яқуының менфи тарафлары чоқ. Пешка тозы жаңы ала ерде отыра, ала ер кірлі болacak. Мына şimdi башладылар яңа отопление yapmağa. Енді қолайсызлықлар артта қалды. Мұтақасылар ерде радиаторларны ерлештірділер. Ерасты магистраль чектілер, оны сардылар, яңы борулар ерлештірділер ве котелны яқтылар. Котел көмір ве одуннен яқылacak. Уна бақмадан о автомат шекілінде çalışа. Котелны турбина идаре етecek ве sıcaklıkның кереклі дәрежесі белгіленecek. Тек тұтын yolunu açmak ve системаны çalıştırmak қалды. Собанен ысыню системасыны деңіштірмек үшін паралар bu ise 800.000 рубледен зияде район бюджетінден айрылды. Бу сене қыздырув. Кечкен сене бізге яны санитар ноқтасы ерлештірілген еді. Бұндан эвел шей азбарда еді. Енді бинанын içінде. Ярым асырлық тарихы олған ижат меркезі кичик адымларнен яңы севейге көтеріле. Бізде бұл мөсеседе 23 hoca çalışamında 1400'den ziyade bala қатнай. Балаларымыздың дәрслері лайық шарайты кечмесіні пек істейміз. Қошма тәсел бұл пек яқшы йөнелеш бір бала этрaflama инкишаф etmek керек. Бала вегеншілер ижат меркезінде 5 яштан 18 яшқа чеші төгереклер çalışа. Шымды сыныфлар бош, балалар дистанцион шекілде тәсил алалар. Амма онлайн дәрслер кече. Мына шынды Мария Алексеевна тасвери санат дерсіні кечере. Балаларны сағынғаны ақта пайлаша. Әлбет сағынам, ama біз дәрслерімізді ичтимай ағларда кечереміз. Келecek sene балалар қайтқанда ise odалар sıcak ve işimiz sonaytlıca olur. Келечек сене ise müessesede pencerelerini dengiştirmege niyetlenelер. Bu sebepten binanın içindeki sıcak daha yaxşı saklanacak. Ленуза Борсеитова, Саид Лиляев, Millet için Kurman rayonu. Қырым сәкенлері Кремльде кечірілген Нарат байрамында онлайн шекелде іштирак ете білелер. Декабрның 31-де ақшам саат 6-да Карусель телеканалының эфирінде масал темашасы тақдим етілежек. Оның елінің 5-ші мевсімі яда яны ел кім ойдырды деп адладылар. Баш қараманлар байрам әдетлерінің сақчысы ве гаджетелі балалар елінің 5-ші мевсімі ақта малюмат алacaklar, елбаш сырларыны açacaklar ве дүнияның чешіт мемлекетлерінде бұл байрам ғайт етілігінің урф әдетлерінен танышылacaklar. Нарат байрамы Русия президенті Владимир Путиннің авалесі бойынша тешкел етілді. Истеклер нараты адлы акция бұтын Қырымда ве Русияде кече мақсат бір балаларға тебесін бағышламақ. Мектеплеріні бұтын мемлекетінің көшірі ве жесүр балалары yolладылар. Бұл ағыр қыстылықларынан азап чекен яда тақдирлері мурекеп болған балалардар. Алиса Приченковаға акция чертевесінде қоқла ве дегер бақшашлар берілді. Біз бір қадеми пікірге эсасланып еш тұтамыз. Кім баланың көз яшларыны құрытып оламаса, о оза ағлар деген пікірдір. Оның үшін біз тебесім көрсек, баланың кейфіні көтерсек, бұл эсас мақсадымыз. Бұл sıcaklık балаларға біздерге яқынжа олмаға имкан бере. Балаларны қувандырған акция тек 2 ел евелсе башланды. Яны ел башланмасына 3 күн қала, ama истеклер нараты адлы акция тоқтатылмайжақ. O 2021 senenin fevral ayına devam edecek. Veronika Shevchuk 2020 sene Kırım Cumhuriyeti Devlet Mükafatının laureatı oldu. Ressam tasviri sanat nominasyasında iştirak etmege istek bildirdi. 12 nominasiya ve 12 iştirakçı olarının birini 55.000 rubleden ziyade maliyevi mükafat bekleydi. Tantanalı takdirlenuf ne zaman geçecek aqtani vbette kelep хамас. Boyalar karıştırıldığı için mahsus alet yardımıyla Veronika Shevchuk nöbеттегі resminde Kırım manzaralarını yarata. Erте balalıktan resim çizimle uğraşa. Mektepten son bedi okuv yurttu. Bundan son Kiev Devlet İnstitutunda tahsil aldı. Neticede ressam hoca zenatını elde etti. Benim en yakın hocam Vasiliy Ivanovich Gorin idi. Ukrayna'nın halk ressamı. O bana pek çok şey öğretti. Bundan son gönlümde bir şey denişti ve men resimcilikten başkaca meraklanıp başladım. Veronika öz resimlerini akril boyalarla çiza. Başında ise yağlı boyalardan başlagan edi. Akril bayağı kolayca hem tezce kuradi. Bugün onun eserleri arasında portretler, natürmortlar ve çeşit manzaralar. Umumen 200'ge yakın eser onun umur arkadaşı da ressam
рәссамның истидатыны мукеммел сая. О да сөз сырасы башында Верониканың талебесі еді. О ось эсерлеріні yüksek ихтисаси севереде ярата. Onun яхшы, қави академик мектебі бар. Бұны кез біле, кез көре. Бұны ижади күчлі yönelişi қошыла. Оны о вақыт ось эсерлерінде көстермеге, инкишаф еттірмеге тырыша. 2007 seneden beri Veronika Шевчук Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinde ders beri. Ayta ki bu meraklı iş ama icatnen beraber ocalıknen uğraşmak pek kıyın. Çünkü hocalık faaliyetine da ilmi faaliyetim koşula. Men bir kaç monografiya yazdım. İlmi makalelerim pek çok. Bundan son icatқа vaktim az kala. Bu sene Veronika Шевчукның resimlerini Cumhuri seviyede kaydettiler. O tasviri sanat nominatsiyasında Kırım Cumhuriyeti Devlet Mükafatının laureatı oldu. Men Kırım tabiatını pek sevim. Mükafatқа taqdim etilgen eserlerim ise sonki 3 yıl devamında yaratılgan edi. Aslında men yıl Kırım hakkında bir kaç resim çizam. Kırım sakinlerini edebiyat, medeniyet, sanat, ilim, teknik ve diğer sahalarda büyük erişmelerge yetkenleri için mükafatlaylar. 12 nominatsiya boyunca bir devlet mükafatının kolemi 55.000 rubleden ziyadedir. Laureatlarının takdirlenüvi ise Kırım Cumhuriyeti'nin günü yani yanvarının 20'sinde geçirilecek. Lenuza Borsiyetova, Sivila Memetova, Maksim Golubov, Millet için. Sessiz kinodan sesli gece, kinoplyonkadan raqami kinoga bugün Xalqara kino günü qayt etili. Tamam şu günü 125 yıl evvelsi Lumière ağa qardaşlar sergilerge qısqa metrli film numayiş ettiler. Umumen dünyada 2,5 milyondan ziyade kinolenta çıkarıldı. Sverçinin dağlı ormanları, Rusiyanın Akkayın terekleri, Türkmenistan'ın kum sakraları, Amerikan çölleri. Bu Kırım'da çekilgen manzaralarının tek bir kısmıdır. Kino izlerinden Sabina Deniyeva yolga çıktı. Bizim kaya taşlarımız, yadikiniş-çilerimiz iştirak etken birinci filmni tapmak kıyın. Ama en rehbetlesini belgelemek mümkün. Bu Vladimir Vanshtok ile 1973 sene çekilgen Sadnik bez головы kinosidir. Niçin tamam Akkaya degen sual peyda ola? Çünkü onun çevresi, landşaft Latin-Amerikan çöllerinin landşaftını andıra. Miraj filminin kahramanları bir-birine buruluşlarda muqayt deyler. Bu filmde aynı bu yerde Riga kinostudiyası ile çekildi. Süjet Nevada ştatında geçi. Baltika denizinin yalıları bu rolge kilişmedi ve televizyon grupayında beli olgan Sovet Amerikasına Kırım'a yol aldı. Filmnin esas fikri yaşayışını birden değiştirmek mümkün değil. Bütün dünya cebinde olganı ki bu duygu miraj, yani yalan olup çıka. Men birinci filmden son öz duygularımı hatırlayım. Bu manzara benim gözlerim önünde tura. Pek meraklı elbet. Yarımadanın şarkı tarafında Kırım'ın cenubine Knyaz Vladimir hakkında tarif etken Viking filmde bizde çekildi. Buna misal olarak Sudakta Ceneviz Kerimeni Korsun rolünü oynadım. Çetelde İtalya'da tek bir epizod çıkarıldı. Bu Rusya'da ilk olgan ve Avrupa'da en büyük sayılgan kinoparktır. Şimdi bunda tek bir film ve reality show çıkarıldı. Ama da 4 blockbuster'ın çekimleri devam etti. Her şey o kadar gerçek gibi görünüyor, o kadar yakın ve pek meraklı. Bu ise indi Leonid Gayday'ın herkesge beli Kafkaskaya Plenitsa adlı kinosu. Onun çokusu ibarelerini adamlar ezberden biliyorlar. Tek 1967 senesinde komedyanı 76,5 milyondan ziyade seyirci baktı. Aman aman her şey yarımadada. Kafkas'ta değil çıkarılganını koz ögüne alsak, nenini Kafkas eseri değildi, Kırım eseri de padlamak mümkün. Mına bu, şimdi endi ot baskan yılçıknen, Nina onu takip yetkililerinden kaçaydı. Mına bu meşhur olgan varli taşı, bu yerde ayıvlar hakkında yer icra edildi. Şimdi mında merdiven tura, adamlar tüpege çıkan selfie fotolarını çekeler. Sport Lato 82 adlı komediyada ise onun yanında San Sanıç rolünü oynayan Mikhail Pugovkin aylana. Kırım'da filmler çekiluvinde iştirak etken, obyektlerini rahbetli ekskursiyon marşrutlarga çevirdiler. Biz bu kino bakışlarını saklamak ve kurçalamak gerekmiz. Sabina Deniyeva, Hasan İbragimov, Millet için.
Муфтият пандемия шарайтында насыл чылыша, секта кыбы тешкілатларға насыл қаршылық көстереле культ объектлер Қырым мұсылманлары Дени идаресінің мүлкиетінде насыл қайтарыла. Бұндан ғайры Жұма Жами Құрлығы Қайрейші ве Ислам тасил ақында Қырым муфтисі Аджемирали Аблаев или ачық субет бүгін ақшам саат 8-де Милет телеканалында қачырманыз. Шымдaki дақаға бұл хабарлерінің епседі келечек yayınımızına қачырманыз.